Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып магнит. Магнит бізде металл денелерді тартады, және оның айналасында магнит өрісі болады. Және де менде осындай карт-холдерімде магнит бар, және қазір оның қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Ол мынандай металл заттарды өзіне тартады. Менде мына скрепка бар, шеге, қайшы бар. Көптігін тартады. Тартып тұр. Мына шеге бүкілін өзіне тартады. Енді бүгінгі біздің мақсатымыз осы магнитті қолдан жасау. Енді бізге қажетті құралдар, ол бізге мынандай шеге қажет, батарейка, изолента, мыс сымы, қайшы, тексеру үшін кішкентай металл заттар, және нені кесу үшін мынандай плоскогубцы қажет. Оны жасау үшін біз мыс сымы кесіп аламыз. Мен оған дейін кесіп алдым. Енді бұны неге ораймыз? Шегемізге. Яғни шегеге орағанда олардың араларын барынша жақын қылуға тырысу керек. Бізде электр тоғы өту үшін. Осылай араларын тығыз қылып орап аламыз. Нәтижесінде осындай құрылғы сіздерде пайда болуы қажет. Осы құралды тексеріп көреміз. Бізде бұл магнитіміз әлсіз болғандықтан осындай кішкентай металл заттарды ол жақсырақ көтереді. Ал бұл неміз ауыр болғандықтан ол сәл ғана көтереді. Шегемізді көрейік. Көріп тұрғаныңыздай көтеріп тұр. Және де біз осы немізді шегемізді батарейкаға жақындатқанда бізде осы сымдар арқылы электр тоғы өтеді. Және оның нәтижесінде бұл орамызда оны катушка деп атайды. Бізде магнит өрістері пайда болады. Осы магнит өрістерінің нәтижесінде бізде шегеміз магнитке айналады. Қорытындылай келе біз үй жағдайында магнитті жасай аламыз.